Студентсіздер ма? Иә. Жазда не жұмыс жасаймыз? Жазда жұмыс жасайсыздар ма? Қазір жұмыс жасайсыздар ма негізі? Не жұмыс жасайсыз? Атсам. Қайда жұмыс? Официант жұмыс жасайсыз? Сіз? Шай шығарамын. Аха. Бір айлық табыс қанша? Бір айлық емес, күндік қой. Күніне қанша табасыз? 15-20 мың ғой. 15-20 мың, иә, официант? Процентпен аласыздар, аха. 210, аха. Вообще жазда студенттер қандай жұмыс жасап ақша тапса болады? Көбінесе қандай жұмыс жасайды? Көбінесе сол официант істейді. Мхм. Тағы білмедім. Трендтегі үш мамандық айта аласыз ба, мысалы? Трендтегі. Мобилограф бар. Трейдинг, иә, Сосын? трейдинг бар. Онлайн сату. Онлайн сату қалайсында? Әлеуметтік желі арқылы сатады да, Инстаграм, сондай сөйтіп сатады. Чехол болсын, азан дүниелерді өз үстінен баға қосып сондай сатады да. Сондай деп ойлаймын. Тағы? Қандай мамандықтар бар? Бойынша қазіргі қолынан неше түрлі келетін балалар стройкада Стройкіде шаршап па? сол құрылыс разнорабочий анығы. Ойым сол. Қазір нарықта сату деген мамандық бар. Естігенсіздер ма? Сату маманы болып жұмыс жасауда. Ой, естіген, бірақ білмеймін. Қалай естідіңіз примерно? Сол атын ғана естіген. Негізі нарықта сату маманы деген мамандық бар. Мысалы бір бизнес болады ғой, иә? Мысалға бір нишқа дайындау курсы дейікші. Оны кімдер сатады? Сату мамандар сатады. Яғни клиенттер хабарласады, сосын жауап беретін адам. Яғни клиенттермен сөйлесу арқылы продаж жасап ақша алады. Мысалға бір аптада 200 мың теңге табуға болады. Жоқ дегенде 150 мың табуға аптасына. Например, сіз аптасына сондай табыс тапса? Рахат. Иә? Андай таза офиста отырып, мысалы, да? Сондай жұмыс болса, істейтін бе едіңіз, мысалы? Таза офиста, кондер бар, жазда. Желание бар, иә, сізге, иә? Бар. Ол андай емес та, ақша төлеп кіретін жұмыс емес та, кәдімгідей барып істей беретін. Сондай жұмыс бересіз ме сіздер? Сондай жұмыс бересіз. Бар болса, істейсіз ба? Иә. Отқанымызда жұмыс десе, жазда каникулда жұмыс жасау десе, көбінесе официант, курьер, доставщик, продавец, консультант деп түсінеді. Бірақ сату маманы деген жұмыс бар. Сату маманы болып жұмыс жасауға болады. Потому что қазір бизнес көп, бірақ сату маманы нарыққа жетпейді. Қазір өте бүкіл жерге керек мамандықтың бірі сату маманы. Сату маманы деген, мысалы қараңызшы, екі аттаса қазір бизнес, иә? Әртүрлі бизнестер бар. Бірақ олар реклама жібереді, өздерінің бизнестарына ары қарай консультация беріп клиентпен сөйлесетін маман жоқ. Яғни осы сату маманы болып жұмыс жасау, клиенттерге консультация беру, клиенттермен сөйлесу, ары қарай білімді арттырып, үлкен табыстарға шығуға болады. Сондықтан сату маманын толық меңгеріп, сату маманы болып жұмыс жасауға шақырамын.